Сәлем достар. Бүгін мен сіздермен капуста тұздаудың әдісімен бөлісетін боламын. Қысқа капуста орам жапырақ, яғни тұздайтын боламыз. Мен орам жапырақты тұздаудың ең бір дұрыс деген әдісін таңдап алдым. Ол үшін бізге мынандай орам жапырақ керек болады. Бұл сорт Слава деген сорт. Осы қыстық мерзімде күздің соңына қарай пісетін, шығатын сол кездегі капустаны аламыз. Одан соң мына жерде менде капуста 3 килограмм. Оған мінекей осындай бір сәбіз аламыз. Тұз, қара бұрыш, горошек, содан кейін лавровый лист керек болады бізге. Ең алдымен көкөністерімізді турап аламыз. Ол үшін мен капустаны осындай ұсақ бөліктерге бөліп аламыз. Сонда турауға ыңғайлы болады. Мінекей осылай турап алдық. Қатты баспаймыз капустамызды. Капустамызды дайындап алдық. Енді капустаның үстіне 1,5 қасық, ас қасық тұз сеуіп қоямыз үстіне. 1,5 ас қасық. Мынандай қара бұрыш 10 шақты. 10 шақты емес, шамалы қара бұрыш. Екі лавр жапырағы. Енді капустамызды алып қоямыз. Одан кейін морковымызды, сәбізімізді турап дайындап аламыз. Сәбізді теркадан өткізбейміз. Себебі теркадан өткен сәбіз капустаны сарғыш қылып бояп жібереді. Сондықтан да түсі өзгермес үшін сәбізімізді қолмен турап шығамыз. Енді міне жарты сағаттай қойып қойдым. Мінекей капустамыз басылды, жылтырап мінекей өзінің сөлін бөліп жатыр. Ешқандай қысым жасамаймыз, қатты күшпен баспаймыз, жай ғана осылай араластырамыз. Мінекей осылай. Дәмін көрсеңіздер болады. Мен енді мынандай банкаға салам. Менде мынандай пластиковый банка бар. Стеклянный банкаға салсаңыздар да болады. Неке мен осыған салам. Қатты нығыздамаймыз.
осылай саламыз мінекей. Содан соң қолымызбен басамыз. Мінекей видеода көріп отырғандарыңыздай осылайша банкаға салып, нығыздап, қолымызбен басып, бәрін салып шығамыз. Осы тұрған менде 3 килограмм капуста, 3 килограмм капустаға мен 2 ас қасық қана тұз салдым. Одан артық керек емес, 2 ас қасық тұз жеткілікті деп ойлаймын. Мінекей осылай салып алып, басып, 1 сағаттай қойып қойдым. 1 сағаттан соң міне өзінің сөлін шығарып, реакция жүре бастады. Мінекей бетіне сөлі шықты. Осылай басып қоямыз. Одан соң бетін жауып қойып қоямыз. Осылайша ол 3 күн тұру керек. Бетін марлымен жауып қойсаңыздар да болады. Осылайша жылы жерде 3 күнге қойып қоятын боламыз. Бүгін 3-ші сутка кетті. Мінекей капусталарым. Қызарып жатыр мінекей. Мінекей осы видеода көріп отырғандарыңыздай мен 4 түрлі әдіспен капуста тұздадым. Екеуі өз сөлінде, екеуі рассолда және қызылша қосылған 2 түріне. Осы видеоларды кейінірек жүктейтін боламын. Осы видеоларды жіберіп алмас үшін менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. 3 күннен кейін салқын жерде 1 күн ұстадым. Содан кейін алып, мінекей капустамыз дайын болды. Осы рецепт өте қолайлы, классический вариант, ең правильный рецепт деп ойлаймын. Сондықтан да осы рецептпен жасап көріңіздер. Бұл капустаға таңертең кешке шпажканы сұққылап, оның газын шығара беріп керек емес. Мен де осылайынан 3 күн бойы тұрды. Мен ешқандай қозғаған жоқпын. Өзінің сөлі бетінде тұрды. Одан соң 1 күн суық жерге, салқын жерге шығарып қойдым. Содан соң мінекей өздеріңіз көріп отырғандарыңыздай алып, міне пайдалануға көштім. Міне дайын салат. Қазір осыған мен енді пияз қосамын, май қосамын. Содан кейін міне жей береміз. Өте дәмді, өте пайдалы. Ағзамызға да пайдалы, капустаның пайдасы өте көп. Сондықтан да осылай жасап көрсеңіздер болады. Енді осы әдіспен ең тиімді әдіс менің өзіме қатты ұнайды осылай жасаған. Егер осы менің видеом сіздерге ұнап жатса, каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Жаңағы алдағы көргендеріңіздей әлі де 3 әдісті, осы капуста тұздаудың 3 әдісін тағы да салатын боламын. Сондықтан арнамда болыңыздар. Осы видеоны соңына дейін көргендеріңізге көп рахмет. Тағы да арнамда кездескенше сау болыңыздар.